Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеу Құлайзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жылдам әрі оңай дайындалатын салаттың рецептісін ұсынамын. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз пияз бен сәбізді майға қуырып алуымыз қажет. Пиязды осылай жартылай дөңгелекше етіп турап аламыз. Ал сәбізді ұзынша етіп үккіштен өткіземіз. Қызып тұрған табаға сәл сұйық май құйып, бірінші пиязды, кейін сәбізді қосып бірге қуырамыз. Қуырылған пияз бен сәбізді басқа тарелкеге салып суытамыз. Кейін шұжық пен ірімшікті осылай жұқа ұзыншалап тураймыз. Келесі кезекте осындай кішкентай тұздалған қияр, яғни корнишондарды да дөңгелекшелеп, не ұзыншалап турап аламыз. Соңында қуырылған пияз бен сәбізді және де осындай консервіленген қызыл фасольді саламыз және майонез қосып араластырамыз. Мен бұл салатқа тұз бен бұрыш мүлдем қоспаймын, және қалауларыңыз бойынша аз көп қоссаңыздар да болады. Салатымыз дайын. Бұл салат біздің отбасымыздың жиі дайындайтын сүйікті салаттардың біріне айналды. Көріп тұрғандарыңыздай дайындалу жолы өте тез, оңай және салат өте тойымды. Сіздерге міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Егер видео рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Алда тағы да көптеген жаңа рецепттер болады. Сіздермен болған Төлеу Құлайзат, барлығыңызға ас болсын.